Сәлем достар, каналыма қош келдіңіздер. Сіздерге бүгін кішігірім лайфхак көрсететін боламын. Бізге ол үшін аузы жабылмалы осындай кішігірім пакетиктер керек және қайнатылған сүзбе құрт керек. Менде 5 литр қайнатылған құрт. Осы құрттарымызды аузы жабылатын пакетиктерге саламыз. Бұл лайфхактың ерекшелігі, ет асқан кезде әр уақытта алып шығып сорпамызға салуға болады. Қайнатылған құртымызды жылы жерде сақтауға келмейді. Тоңазытқышқа салсаңыздар да сақталмайды, беті көгеріп кетеді. Тек қана мұздатқышта сақтауға болады. Ол үшін осындай кішкентай пакетиктерге салсаңыздар, ет асқан кезде алып шығасыздар да жіңішке болып тұрады. Керек мөлшерде сындырып алып сала бересіздер. Ал үлкен мөлшерде сақталса, ол қатып тұрады. Керек мөлшерде біз ала алмай қаламыз. Сондықтан осы лайфхакты пайдаланыңыздар, аз ғана уақыттарыңыз кетеді. Осындай кішігірім мөлшерде қайнатылған құрт көже де жасауға болады. Видео ұнаған болса, сіздерге комментарий қалдырып, лайк басуды да ұмытпаңыздар. Астарыңыз дәмді болсын. Сіздермен болған Нұржамал.